Сәлем, қалайсыздар? Бүгін сіздерге үй жағдайында балаға тілекеш шығады ғой баланың. Бала сөйлемейді, көбінесе аутизм деп жатады ғой кейбіреулерде ше. Мен сіздерге өзімнің неме байланысты, өзімді білесіздер, массаж жасаймын. Логопедический массажды қазір көп жасамай қойғанмын. Өз балама үй жағдайында қалай жасауды көрсетемін. Қазіргі күнде бұл көп мамашалардың проблемасы болып жүрген уақыт, иә? Енді қараңыздар, біздерге бірінші салфеткамен баланың бетін жақсып сүртіп аламыз. Бет сүртеміз. Баланың бетін жақсып сүртіп аламыз. Димаш, менің балам 1,5 жаста. Негізі мен балдарым уже 1 жастан, 1,5 жаста кәдімгі сөйлеп кететін еді. 1,5 жаста менің балам әлі аяғымды сүртіп жатыр. Молодец, молодец. Аяқ сүрткеннен кейін бетке өтпейміз, Димаш. Енді бұны мусорға тастаймыз. Мен көбінесе қараңыздар, бірінші массажды бастаған кезімізде мен вазелинді қолданамын көбінесе. Детский май, анандай кремдер, ондайларды уже қолдана бермеймін. Міне, осы неге аламыз. Кәдімгі қараңыздар, 3 бөлікке бөлінеді. Міне. Бірінші бөлік, екінші бөлігі көз бөлік, кейін үшінші жақ бөлігі. Обязательно мән беру керек. Қараңыздар. Енді бастаймыз. Бірінші, міне еңбек бөлігінен бастаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Міне мұрын жаққа бүйтіп қоямыз. Міне әсіресе мындай жерлеріне бір нүктемен кәдімгідей осылай жасаймыз. Мен бүгін жасауым уже 3-ші күн. Дәл осылай жасаймыз. Бұл көбінесе нүктемен байланысты. Нүктемен сипай бергеннің несі жоқ. Ешқандай болған сипай бергеннің ештеңе болып қалмайды. Иләжі барынша нүктелі массаж. Қараңыздар, бұл үй жағдайында мен көрсетіп отырмын. Тур осы мұрынның несінен жоғары жағынан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Қараңыздар, тур осылай бастап кетеміз. Қараңыздар. Осыны астына қарай. Баланың кәдімгідей ұйқысында келтіреді бұл. Иләжі барынша бұны кешке де емес, обедте де емес, негізі уақытылы. Азанда тұрады ғой бала, сол кезде істеңіздер. Азанда ұйқыдан тұрған кезде. Сол кезде уже азанда тұрған кезде ми тынығып тұрады ғой. Әрі бұл миды да тынықтыратын массаж бұл. Ми тынығы тұрады азанғы уақытта, ұйқыдан тұрғаннан кейін. Міне. Әрі есте сақтау қабілетінде нормаға алып келеді. Кей балаларда білесіздер ме? Мысалға, балдарға айтамыз, ананы әкеп бер, мынаны әпер депші. Кейбір балдар соны істейді, кейбір балдар істемейді. Қараңыздар. Енді екінші бөлігіне келдік. Екінші бөлігіне келгенде де қолымызға обязательно тағы да майлап аламыз. Бізге уже 3 саусағымыз керек болады. Қараңыздар енді. Көзді, кәдімгідей қараңыздар, көзді бүйтіп тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5 деген кезде аламыз. Жұмсақ қылып. 1, 2, 3, 4, 5 аламыз. Қараңыздар енді. Тура осылай. Мұрын жақ обязательно бізде. Мұрын жақ. Қой, Димаш. Көрсе балам. Тура осылай. Бүйтіп алып келіп, 3-нен алып келеміз. Бала уже қырсықтық жасап бастап жатыр уже. Дәл осылай. Кейін енді жақ бөлігі. Ең керекті бізге жақ бөлігі. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Енді міне. Тілін 2 мені бүйту керек. 1, 2, 3, 4, 5. Тілінді шығарып жатыр. Уже біліп қалғанда міне. Тілін міне. Ерінді дәл осылай. Осы жерде кішкентай ғана сөйлеп бездері болады. Қойса енді Димаш. Қарасай сен.
мына мойын бөлікке де қараңыздар. Мойын бөлікке жаймен 1, 2, 3, 4, 5. Кейін ең несі құлаққа да мән беріңіздер. Құлаққа обязательно. Құлақтың несін қараңыздар мұны. Жақындау түсіреміз. Жақындау келеміз. Құлаққа обязательно мән беру керек. Қараңыздар. Тура осылай. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді екінші құлақ. Құлақтың қараңыздар. Ең несі міне. Мына жерде болады. 1, 2 деп бүйтіп алып келеміз да. Сонымен мына жағына өтеміз. Құлақтың ұшына өтеміз. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді біздерге ең несі уже бірінші массаж бастаудан алдын, мысалға біздер тілге массаж жасаймыз, Енді қараңыздар, массаж жасаудан алдын обязательно мынау бет бөлігі істелу керек. Бір бөлік, екі бөлік мына көз жақ, міне үшінші бөлік жақ жағы болады. Қараңыздар. Енді біздер қолымызды жақсылап сүртіп аламыз. Жақсылап сүртіп алып. Жақсылап сүртіп аламыз. Димаш өзің мұрның сүртші, хың де. Хың де. Жан. Ана. Енді қолымызды жақсылап спирттен тазалап аламыз. Бос спирт тағаннан кейін обязательно бұл құрғату керек. Білесіздер, бұның иісі де, несі де болмайды. Болады, балаға болмайды иісі де. Болды, бұл вазелинді қоямыз. Енді бізге не керек? Енді бізге хачиска керек болады. Хачиска керек болады. Міне. Қараңыздар. Енді тура осы немен алып аламыз. Кәдім балан деші кәдім. Ұжын. Кәдім тілін шығарып, міне. Өз нүктелерін басу керек кәдімде. Молодец, Димашжан, молодец. Құдай бере салғаным. Әні. Тілін шығарып, тура осылай точкілерінен басамыз. Сызамыз кейін. Былай. Тілін шаш. Деп. Кейін тілдің астына уже кәдімден суланды. Көрдіңіздер ғой. Уже суланып тұр. Енді екіншісін аламыз. Сосын тілдің астына. Тілдің астына кетіп жатыр. Тілдің астына. Балада сондай жағдай болады. Рефлекс ол. Кейін мына жан жағына. 1, 2, мына жақтарда. Көріп тұрсыздар, Молодец, Димаш, молодец. Вот тістеп алса да ешқандай ештеңке қылмайды. Ештеңке болмайды. Наоборот, тістесе, сөйте ұшақ барадыр. Кәдімгідей еламыз. Сондай жағдай болады. Сүлекей ағады. Енді бізде тура осы салфетканы, негіз құрғақ салфетка болса да болады, олар тез суанып кетеді. Қараңыздар. Тілін шығаш, Димаш? Тілін шығарамыз. Балан тілін шығарамыз да, балан тілін шығарып, әкел. Тілін шығар? Де. Тілін шығарып, кәдімгідей үстіп алып, кәдімгідей тартамыз бері қарай. Міне, көресіздер ғой? Бері қарай тарту керек.
Тура осылай жасау керек. Бол массажды неше күн жасау керек? Бол массажды 10 күн жасау керек. 10 күн жасап, арадан 10 күн демалу керек. 3 курстай өздеріңіз үй жағдайында жасасаңыздар, өте керемет нәтиже көресіздер. Ал сіздерге ем болсын. Пока, де Димаш. Пока, де айт. Даши, де.